Ескірген станция, жел соқса үзілетін желілер. Еліміздегі электр станцияларды күрделі жөндеуден өткізу өзекті мәселеге айналып отыр. Саланы жаңғырту үшін тарифті тағы көтеру мәселесі қарастырылуда. Арнайы сайтта жарияланған энергетика министрлігінің құжаты ашық талқылауға шығарылды. Бұған қатысты жұрттың пікірі қандай? Мамандар не дейді? Тілшілеріміз тарқатып айтады. Келесі жылдан бастап елімізде электр қуатының тарифтері өзгеруі мүмкін. Энергетика министрлігі негізгі генераторлық базалық станциялардың тозығы жеткен мәліметті. Соның салдарынан желіде авариялық жөндеулер жиілеп кеткен көрінеді. Саланы жаңғыртудың жалғыз жолы тарифті көтеру. Көпшілік бұған наразы. Конечно, дұрыс емес. Қалай төлейміз? Біз пенсионерлерміз ғой. Пенсиямыз жетпейді. Коммуналкаға. Басқа да қаражаттық қиыншылықтар болады. Сол үшін тарифтің көтерілгені дұрыс емес деп ойлаймын. Мен қарсымын оған. Ыстық су болмады жаздай. Бойлерді қостық. Бір айда да 19 мың болды. Бұл мысалы бүкіл нәрселерге сондай бағалар көтеріліп отыр, бірақ жалақы көтерілмейді. Қостанай облысында 20-ға жуық кәсіпорын елді электр қуатымен қамтамасыз етеді, оның 5-еуі мемлекеттік. Былтыр тариф 10%-ке өскен, бұл жолы жарық жеткізуші мекемелер 22%-ға көтеруді көздеп отыр. Проект субъекта составляет 22%. Субъект жобасы 22%, бірақ сараптама қорытындысының негізінде келісілген баға бекітіледі және қазанның бірінен бастап енгізіледі. Тобыл өңіріндегі электр желілерінің 80% тозған базалық станцияларда ескіріп тұр, соның салдарынан жарықтың өшуі жиілеген. Бидайлы өлкедегі жағдай осындай, ал мұнайлы өңір Атырауда тариф түйткілі қалай шешіліп жатыр? Әріптесім Базаргүл Нәдірқызы баяндайды. Атырауда қызметкерлерінің жалақысын өсіру үшін Атырау жарық кәсіпорны тарифті 12-де 17%-ға қымбаттатты. Яғни бұрын электр қуатының тарифі 1 киловатт сағатқа 5 теңге 84 тиын болса, бірінші маусымнан бастап 6 теңге 55 тиынға өсірді. Бұл қарапайым тұрғындар мен заңды тұлғалардың қалтасын қақпайды. Электр энергиясын тарату жұмыс қызметімен айналысатындықтан, бұл Атырау энергия сату жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бір құрамдас бағасының ішіндегі құрамдас бір бөлігі болып табылады. Яғни Атырау жарық тарифі Атырау энергия сату тариф бағасының ішінде отыр деген сөз. Атырау жарық тарифі өскенімен Атырау энергия сату жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бағасы өзгеріссіз қалған болатын. Атырау энергия сату мекемесі есесіне тарифті былтыр көтеріп алған. Тұрғындар үшін 10, ал заңды тұлғалар үшін 7%-ға қымбаттатты. Энергетиктер алдағы уақытта тарифтің өсу мүмкіндігін жоққа шығармайды. Бүгінде Атырау жарық балансында 10 мың шақырымға жуық электр желісі бар. Оған қаланың құзырындағы электр жүйесі қосылса, тарифті өсіруге ұсыныс бермек. Акиматтың сеттері бар Атырауда. Егер соны біздің баланс ауысса, онда тарифке уже белгі болады, уже тариф көтереді оны уже. Потому что біздер соған адам алу керекпіз. Тағы қаражат сұрастырыппыз, манағы техникам бар, жалақысы бар, соның бәрін есеп шығарып, уже тарифке ол көтеру тиісті болады уже. Энергетиктер аймақтағы электр желілерінің 40%-ы әбден ескірген деп отыр. Тозығы жеткен тоқ желісін жаңартуға биыл 1 миллиард 300 миллион теңге бөлінген. Яғни жоспар бойынша жылына 0,5% ғана жөндеуден өтеді деген сөз. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Заңғар Санай, Астана Таймс.